Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге бір жесеңіз тоқтай алмайтын дәмі өте дәмді смородина қосылған пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен заварной кремімізді дайындап алайық. Секерімізге кукурузный крахмалымызды қосып жақсылап араластырып, оны ыдысымызға саламыз. Жұмыртқаның сары уызын салып, тағы да венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Жаңағы сүтімізді жай отқа қойып, біркелкі болғанша, яғни қоюланғанша венчикпен араластыра береміз. Міне біздің креміміз осылай қоюланды. Міндетті түрде жай отта баяу араластырып тұрамыз. Заварной креміміз сәл соғаннан кейін үстіне творогымызды салып және смородинамызды салып блендермен езіп аламыз. Міне біздің қою креміміз дайын болды. Енді осыны тестіміз дайын болғанша холодильникке салып қоямыз. Енді тестісін жасауға кірсек, бөлме температурасына сары майға секерімізді салып араластырып аламыз. Жұмыртқаның сары уызын, творог салып, қопсытқышты салып, ұн салып, біркелкі қылып қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызға кез келген орехты салуға болады. Грецкий орехты да салсаңыздар болады. Менде қазір тыквенный семечки. Қамырымызды енді формаға жайып орналастырамыз. Менде диаметр 26-лық формочка. Қамырымыздың үстіне дайын кремімізді салып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыз пісті. Піскеннен кейін суытып, холодильникте 2-3 сағат ұстаған дұрыс. Мен осылай жан-жағына сахарный пудра сеуіп әсемдедім. Қазір енді сіздерге кесіп көрсететін боламын. Достар, бұл пирогты міндетті түрде жасап көріңіздерші, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Дәмі өте ерекше дәмді және составы да өте қатты қымбатқа шықпайды. Баршаңызға ас болсын. Маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да күшті видеолар саламын.